네, 안녕하세요. 스물개 로즈. бүгін бізде аватарка Blackpink тобымен болады. Бізде менде біраз уақыт фотошоптың видеолары шықпай қалды. Менде анбоксингтер шыға бастады. Себебі менде уақыт болған жоқ болды. Мен экзамен тапсырумен болдым. Содан кейін енді экзамен бітті. Енді январь басталды. Январьда менде 2 аптадай желание болған жоқ. Сосын кейін осы аптада мен қайтадан міне уже осы аудионы мен уже 4-ші рет 5-ші рет жазып отырмын. Мен сотовыйды ауыстырғаннан кейін менде радиом жоқ болып кетті. Радиом менде басқаша қазір. Сондықтан да микрофонды мен ноутбуктан жазып көруге тырысып жатырмын. Программалар іздедім онлайн, және де Sony Vegas'тың өзінде жазып көрдім. Ол жетсе менде Sony Vegas'та жазылмайды, өйткені Sony Vegas'та тұрып қалады. Сосын мен бір онлайн таптым, онлайн программа, и сонымен жазып отырмын. Енді апта сайын мен сіздерге фотошоппен видео шығаруға тырысамын. Қаншалықты уақыт болады, қаншалықты сосын бір рет озвучка жасаған кезде 2-3 видеоға сразу озвучка жасап тастайтын да, өйткені менде кейде уақыт болады, кейде уақыт болмайды. Сондықтан да сіздерге әлде менің жұмыстарым ұнайтын болса мен сіздерден қолдау күтемін. Сіздердің қолдауларыңыз маған күш береді, мотивация береді. Дейінде лайк, коммент, подписка. Мен әлде жалғастыра беремін. Сіздер көріп тұрғандағыдай, бірінші суретте бізде Дженни мен қиылды сурет, одан кейін ары қарай басқа мүшелермен болады. Розе, Джису, Лиса. И групповой фото, бір групповой фото, сосын тағы екі жақ шетіне қоятын 2 фото. Олар қиылмады, вроде просто олар қойылды, арт жағы қара фон болғандықтан оларды қимай қоя салдым, ал қалғандарын мен өзім қидым. Бұл PNG-ларды сіздер ала аласыздар менің тобымнан. Мен пока оны жіберген жоқпын. Топқа мен өзім қиған PNG-ларды салатын болып шештім. Возможно, неге описаниеға топтың ссылкасын қалдырамын. Және топтың аватаркасын ауыстырып сөйтіп бір күнде мен 3 аватарка істедім. Өйткені 2 апта бойы мен лағып жүрдім. Сосын кейін лағып жүрдім дегенде мен күнде сериал көрдім, драма көрдім, Милый дом деген. Сосын кейін Милый домның арқасында мен аватарка жасадым новый. Получается, менде сосын осы аптада маған тоже тапсырыстар келіп жатыр. Егер де сіздер алдын ала тапсырыс берулеріңіз келсе болады, можно 1 ай бұрын, 2 ай бұрын авторға тапсырыс беріп, сосын дайындап қоюға болады. Чтобы уақыт келген кезде сразу адам не істейтін, қиналып, оны уақыт болмай қалып сондай болмайтындай. Өйткені біз білмейміз ғой аяқ астынан не шыға қалатын, аяқ астынан жұмыс шыға қалуы мүмкін, или басқа жаққа кетуі мүмкін. Сондай нәрселер болып тұрады. Шынымды айтсам, тегін тапсырыс орындағаннан көрі ақылы тапсырыс орындаған жақсы екен. Хотя бы кішкене болсын, тиын болсын түседі, біріншіден. Екіншіден, бұл тегін тапсырыс орындаған кезде уақыт көп керек болады, және де адам тапсырыс саны өте көп. Тапсырыс саны өте көп болғанына байланысты маған қатты қиын болып кетті. Жұмыстан кейін аватарка жасау ол оңай емес. Сондықтан да мен кейде ғана нормально жұмыстан кейін ауыр жұмыс күні болмаған кездері ғана мен соны істеп жүрдім. Одан кейін ауыр жұмыс болған күні ондай істеу мүмкін емес, өйткені құлайсыздар сразу үйге келіп. Сондықтан да ақылы тапсырыс қабылдағанда тапсырыс саны өте көп емес, мөлшерімен аз, және мен оларды тезірек орындап тастауға тырысамын, өйткені олар ақылы тапсырыс мотивировать етеді все-таки. А бесплатно сен өзің біреуге істеп бересің, бірақ өзіңе ешқандай удовольствие келмейді. Басында мен удовольствие алдым ол жұмыстан. Одан кейін қатты шаршағаннан кейін уже фотошопты күнде көре берсеңіздер сіздер де шаршап кетесіздер ғой. Мысалы бір программаны қайталап күнде бір аватарка жасай берген. Сондықтан да менде де сондай болады. Сондықтан 1-2 аптадай ондай шаршау болған кезде сондай демалыс алу керек. И сосын сол демалыс алғаннан кейін сіздер қайтадан оралсаңыздар, сіздер соны сағынғаныңызды түсінетін боласыз. В общем, аватарканы көріңіздер, сіздерге ұнайды деген үміттемін. Мен де ақырындап ана жерде көрсетемін. Лайк, подписка, комментарий күтемін. Все-таки мотивация үшін сондай бірдеңелер керек. Сонда да болмаса да ештеңе етпейді.
мен арада қарай істей беремін, әрде қарай фотошоптың видеоларын шығарып тұрамын. Өйткені менде 900 видео жатыр. 900 видеода, ну ол 900 видео дегенде бір аватаркаға 4-5 видео кетеді да, сондықтан да мен оның бәрін ютубқа салмайынша тынышталмаймын. Supposed to be stumble back home so drunkenly, saying that you wanna make love to me. I know why. Not your commodity, taking me for granted, now you gotta leave. I don't wanna hear your apologies, no more lies. Ooh yeah, and I know where you've been tonight. Ooh yeah, and I know she don't treat you right. Ooh yeah, baby, you do this to yourself. If you ain't happy by my side, you should go and find someone else. Stumble back home so drunkenly, saying that you wanna make love to me. I know why. Not your commodity, taking me for granted, now you gotta leave. I don't wanna hear your apologies, no more lies. Ooh yeah, and I know where you've been tonight. Ooh yeah, and I know she don't treat you right. Ooh yeah, baby, you do this to yourself. If you ain't happy by my side, you should go and find someone else. Never led me to take a bow, but never on me when I was down. But yesterday I was falling, no one makes me feel nice. But yesterday I was loving you, I was
feel closer by your side. When I see your city crowd, nah, never let me. В общем, соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздерге ұнады деген үміттемін. Әлде менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Әлде менімен бірге боласыздар деген үміттемін. Аньян. But yesterday I was loving you. I was loving you. And yesterday I was loving no one makes me feel nice. But yesterday I was loving you. You say nobody like me, but I can't forget the time that we lived. And you say that I'm not the rest. Forget about you, my love never left you. You say nobody like me, but I can't forget the time that we lived.